Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің кезекті сабағымыз электронды портфолио жасау. Электронды портфолионы жасау үшін алдымен біздің Google аккаунтымыз болуы қажет. Егер Google аккаунттарыңыз болмаса, міндетті түрде Google аккаунт ашып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай электронды портфолио. Бұл жерде беттер берілген, басты беті, жалпы мәлімет, портфолио бөлімінде білімі, кәсіптік жолы, бейне сабақтар бөлімінде ашық сабақтар, тәрбие сағаттар, сыныптан тыс сабақтар және менің сыныбым деген осындай беттерді қосуға болады. Және ол жерге өзіміздің логотипімізді қоюымызға, аты жөнімізді жалпы электронды портфолиода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасауымызға болады. Портфолио бөлімін басқан кезде міне осындай сілтеме қою арқылы білімі, кәсіптік жолы, жетістіктері, мысалы оқушы жетістіктері, жарияланымдар, мысалы жетістіктер дегеннің үстін басатын болсақ, міне біздің жалпы осы портфолиоға салған жетістіктеріміз осылай көрінетін болады. Келесі бейне сабақтар бөлімінде, мысалы ашық сабақтар, біздің YouTube каналға салған ашық сабақтарымыз, жалпы түсірілген бейне сабақтарымыздың барлығы осы жерде көрініп тұратын болады. Жалпы енді осындай электронды портфолионы қалай жасаймыз? Ол үшін өздеріңіздің компьютерлеріңіздегі кез келген браузердің іздеу жолағына Google Sites деп жазатын боламыз. Жазған кездегі шыққан бірінші сілтеменің үстін басамыз. Міне осы кезде менің жалпы жасаған электронды портфолиоларым алдында 2-3 ұстаздарға жасаған портфолиоларым осылай көрініп тұрады. Енді қалай жасаймыз? Ол үшін пустой файл дегеннің үстін басамыз. Осы кезде бізге бос осындай бет шығады. Алдымен электронды портфолиомыздың бірінші жалпы қаңқасын, настройкасын жасап алатын боламыз. Шыққан беттегі заголовок страница дегенді өшіріп тастап, осы жерге портфолио деп жазатын боламыз. Және энтермен астына түсіп, аты жөнімізді жазамыз. Мысалы, өзіміздің аты жөнімізді жазып қоямыз. Мысалы, Айман Асқарова. Енді бұны өзгертуімізге болады, осылай бояп алып, осы жерден обычный текстті қоямыз. Және мына портфолио дегенді үлкен етіп, шрифін үлкетіп қоюымызға болады. Және аты жөніміздің де шрифін осылай үлкен етіп қойып қойсақ болады. Келесі тура осы портфолио деген сөзіміздің харіпін, мысалы, басқаша шрифтпен, харіппен жазуымызға болады. Осы жерге барсаңыздар, түрлі харіптің түрлерін көрсетеді. Қалаған біреуіне қойып, өзіміз қалауымызша қойып өзгерте беруімізге болады. Және бұның түсінде өзгертіп қоюымызға болады. Міне, қалаған бір түсімізді қойып қойсақ болады. Келесі, мынау аты жөніміздің де түсін осы жерден ауыстырып қоя берсек болады. Келесі бізде мынаның түсін қазір сәл басқаша етіп қоя тұрайын, мысалы, аққа қоя тұрайын. Келесі бізде артындағы мына жердегі тұрған артқы фонын өзгертуіміз керек болады. Ол үшін изменить изображение. Загрузить десек, біз алдын ала компьютерімізде дайындап қойған суретімізді қойсақ болады. Немесе осы жерде выбрать деген, яғни дайын компьютердегі дайын өзінің ұсынған суреттерін қойсақ болады. Осы жерден таңдап қойсаңыздар болады. Немесе мына жердегі поискіге басып, осы жерден қалаған сөзімізді жауып, жазып, тауып алып қойсақ та болады. Мысалы, мен кез келген бір сөзді жазайын. Мысалы, рабочий стол деп жазып көрейін. Рабочий стол. Міне бізге осындай жазған жазуымызға байланысты суреттерді шығарып береді. Осы жерден қалаған біреуін қойсақ болады. Мысалы, мен мысал ретінде мына жердегі таңдап,
выбрать дегенді бассам, міне бізге қойып берді. Келесі қойғаннан кейін мына жерге барсаңыздар, сбросить настройки четкости деген үстін бір бассақ, бізге анықтау етіп қойып береді. Егер бұны қоймайтын болсақ, қайтадан изменить изображение, выбрать деп басқасын қойсаңыздар да болады. Өзгерте беруімізге болады. Мысалы, мына біреуін таңдап, выбрать деп таңдап қоюыма болады. Енді артқы фонын қойдық. Келесі бізде тип заголовканың әр түрлісі бар. Мысалы, большой баннер десем, сәл үлкенде болады. Только заголовок десем, ол көрінбей қалуы мүмкін. Баннер дейтін болса, міне кішірек болып тұрады. Большой баннер дегенді осылай қойып қоямыз. Келесі бізде, мысалы, менде аты жөнім көрінбей қалыпты. Енді бұның түсінде осылай ақ етіп өзгертіп қоямын. Енді бізге укажите название сайта деген тұр. Осы жерге біз өзіміздің атауымызды жазуымыз керек. Мысалы, мына жерде сайт без названия деп тұр. Осы жерден үстіне аты жөнімізді жазып қойсақ болады. Мысалы, Айман Асқарова. Енді міне Айман Асқарова болып шықты. Міне жоғарғы жағында да осы атаумен шығады. Енді добавить логотип. Бұл жерге логотип қойып қойсақ болады. Загрузить дегенді басып, алдын ала компьютердегі дайындап қойған кез келген бір логотипімізді қойып қойсақ болады. Мысалы, мен мына біреуін қойып, открыть. Және астыңғы жағына түсіп, загрузить значок сайта деген жерге де загрузить деп, тағы да сол қойған логотипімді мен осы жерге екінші мәрте қойып қоямын. Міне, біздің логотипіміз және сайтымыздың атауы дайын болды. Енді біз осы жерге қарап тұрсаңыздар, мысалы, менің жаңағы өзімнің портфолиомда жалпы сайттың атауы қойылды, логотипіміз қойылды. Енді бізге мынандай басты бет, жалпы мәлімет деген беттерді қою керек. Ол үшін қалай қоямыз? Ол үшін осы жоғарғы жақтағы страницы деген бөлімге барып, осы жерден мынау қосу батырмасын басып, создать страница деген жерге, мысалы, қазір көріп алайық, басты бет, жалпы мәлімет дегенді қоюымыз керек болады. Осы жерге жазамыз жалпы мәлімет. Готово дегеннің үстін басамыз. Міне біздің жалпы мәліметіміз шықты. Енді мына жерде главная страница дегенді қазақшалап, үстіне 2 мәрте шертсек осылай боялады. Өшіріп тастап, жалпы бет деп қойсақ болады. Міне бізде жалпы бет, жалпы мәлімет. Қазір мен мына жерге көріп алайын. Басты бет, жалпы мәлімет, портфолио. Басты бет екен, қазір басты бет деп өзгерте салайық. Үстін 1 мәрте басып, басты бет. Міне, басты бет, жалпы мәлімет. Келесі тағы да қосу батырмасын басып, тағы да бір бет қосамыз. Мысалы, портфолио. Готованы басамыз. Енді осы жерде бізде мынау ретсіз тұрып қалғандықтан портфолиямызды келесіге қою үшін осы портфолияны былай ұстап алып, міне астыңғы жаққа кеп қоямыз. Сонда бізде басты беті, жалпы мәлімет, портфолио. Тағы да бет қосатын болсақ, осы жерге келесі бетті қосамыз. Басты бет, жалпы мәлімет, портфолио, келесі бір, мысалы, мына жерден көре салайын. Бейне сабақтар, менің сыныбым деген қойылыпты. Мысалы, бейне сабақтар. Міне, бейне сабақтарда ұстап алып, ретімен осылай астына әкеп қоятын боламыз. Келесі, менің сыныбым. Келесі бет қояйық. Менің сыныбым. Готованы басамыз. Міне бізде менің сыныбымды да осылай ұстап алып, астына ретімен қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай басты бет, жалпы мәлімет, портфолио, бейне сабақтар, менің сыныбым деген бізде беттер қосылып шықты. Енді
Осы портфолио дегеннің үстін басқан кезде біз бір астынан осындай бір бөлімдер шығу керек болады. Мысалы қарасақ, мына портфолионы басқан кезде білімі, кәсіптік жолы, аттестация дегендер шығу үшін оны қалай жасаймыз? Ол үшін страницаға барған кезде қарап тұрсамыз, енді бізге мынау портфолионың ішіне қою керек. Вставкеге барып, осы жерден қазір біз портфолионың астынан шығатынды қоюымыз керек. Ол үшін не істейміз? Страницаға барып, осы жерде портфолиоға барамыз. Портфолионың жанындағы үш нүктеге басып, осы жерден қазір таңдап қоямыз. Добавить под страницу дегеннің үстін басамыз. Міне енді осы жерге название білімі, мысалы білімі дегенді қоямыз. Готово. Міне, көрдіңіздер ме, портфолионы басқан кезде менде білімі деген шықты. Келесі қазір мына жерден көріп алайық. Білімі, кәсіптік жолы, аттестация екен. Келесі бізде кәсіптік жолы. Осы портфолионың үстіне барып, осы жерден қайтадан добавить под страницуды басып, кәсіптік жолы деп жазамыз. Готово. Келесі тағы да үстін басып, добавить под страницу, білімі, кәсіптік жолы, келесі аттестация деп қояйық. Аттестация. Готово. Міне, яғни мына портфолионың үстіне барсақ, бізде білім, кәсіптік жолы, аттестация, келесі тағы да қосайық. Добавить под страницу, осы жерге жарияланымдар, немесе мақалалар деп қояйық. Мақалалар. Готово. Келесі тағы да қойып көрейік. Портфолио, добавить под страницу. Енді бізге сабақты бағалау парағы, готово дейік. Енді арқарай өздеріңіз көбейтіп қоятын болсаңыздар, қоя берсеңіздер болады. Жалпы осылай портфолионың үстін басқан кезде бізде 3-4-5 бөлім қойдық. Білім, кәсіптік жол, аттестация, мақалалар, сабақты бағалау парағы. Келесі бейне сабақтар дегенге де қоюымызға болады. Ол үшін осы жердегі бейне сабақтардың тұсындағы үш нүктені басып, осы жерден добавить под страницу деп тура жаңағыны қайталаймыз. Мысалы, ашық сабақтар. Келесі тағы да бейне сабақтарға барып, добавить под страницу, тәрбие сағаты деп қояйық. Тәрбие сағаттары. Готово. Келесі тағы да осы жерде бейне сабақтардың ішінен добавить под страницуды басып, ашық сабақтар, тәрбие сағаттар, сыныптан тыс жұмыс деген, сыныптан тыс сабақтар. Міне, қазір көреміз, міне бейне сабақтар дегеннің үстін басқан кезде бізде ашық сабақ, тәрбие сағаттары, сыныптан тыс сабақтар. Міне осылай разделдер қоя берсек болады. Мысалы, менің сыныбымның ішіне де қойсақ болады. Менің сыныбымның үстін басып, добавить под страницу деп, мысалы, менің сыныбымның ішіндегі, мысалы, сынып сағаты деп қояйық. Готово. Тағы да добавить под страницу деп, сынып жетістіктері. Так, жетістіктері. Келесі тағы да біреу қосып қояйық. Добавить под страницу деп, сынып мақтаныштары. Осы жерге бір суреттер қойып қойымызға болады. Міне көріп тұрсаңыздар, міне астына қарай стрелка көрінген, портфолио бөлімінде, бейне сабақтар бөлімінде, және менің сыныбым, сынып сағаты, сынып жетістіктері қойып шықтық.
Енді келесі бізде басты бетке барайық. Басты беттің бір астында мектептің суреті шығып тұрсын, немесе өзіміздің суретіміз шығып тұрсын дейік. Ол үшін не істейміз? Вставкаға барып, қайтадан изображениеге кіріп, загрузить немесе выбрать деп кез келген бір суретті ала салайық. Қазір сіздерге мысал ретінде. Бұл жерден алмай ақ қояйық. Егер дискларыңызда сақталған болса, оны да осы дискінің ішіне мына дискіні басу арқылы қойсаңыздар да болады. Дискідегі өздеріңіздің дайын суреттеріңіз. Менде дискімнің ішінде жоқ екен. Сондықтан изображение загрузить деп компьютердегі бір кез келген бір суретті қоя салайық. Мысалы, рабочий столда. Мысалы, мына бір суретті қоя салайық. Егер сіздерде мектептеріңіздің суреті болса, мектептеріңіздің суретін қойсаңыздар болады. Менде енді мектептің суреті жоқ болғаннан кейін осылай мектептің суретін қойсаңыздар болады. Сіздерге енді қазір мысал ретінде түсіндіріп жатырмын. Енді суретімізді қойдық. Енді бұның астына бір жазу жазып қоюымызға болады. Ол үшін текстовые поляның үстін басып, осы жерге жазсақ болады. Мысалы, ұстаздарға байланысты, білімге байланысты, иә. Мысалы, ұстаздық еткен жалпас үйретілген балаға. Енді бұнда жаңағыдай үлкен етіп қоюымызға да болады. Түсін өзгертуімізге болады. Енді бұны мына жаққа әкеп қоюымыз үшін мына жерге барсақ, осы жазуымыздың үстін шеткеннен кейін осыны ұстап алып, жоғарғы жаққа былай апарып қойсақ та болады. Немесе осы жерде қалдырамын десеңіздер де болады, қалдыруға да болады. Немесе оны жоғары жаққа апарып қойсақ та болады. Және осы жерде цвет раздела деген бар. Мысалы, үш десек, осындай разделге бөлу арқылы қойсақ та болады. Қазір мынаның түсін өзгертіп қояйын. Мысалы, ақ түспен. Міне. Немесе егер бұндай жасамаймын дейтін болсаңыздар, егер түрліше өзгерте берулеріңізге болады. Мысалы, бұны өшіріп тастап, мысалы, мына жерден мына бір разделді таңдап, мына жерге мысалы суретімізді қойып, загрузить деп, қайтадан бір басқа сурет, мысалы, кез келген бір суретті қоя салайық қазір. Мысалы, мына суретті қойып, мысалы, мына жердегіні былай өшіріп тастауға да болады. Енді осы жерге, мысалы, мына жерде мектебіміздің суреті, енді мына жерге жалпы мектебіміз туралы жазсақ болады, иә. Мысалы, Түркістан облысы Төле би ауданы Түркістан облысы Төле би ауданы Қаратөбе негізгі орта мектебі. Ана былай бояп алып, бұны да осылай үлкейтіп қойсақ болады. Түсін әртүрлі етіп, түсінде осылай өзгертіп қойсақ болады. Міне бұл басты беті, біздің басты бетімізде осылай шығып тұрады. Міне басты бетте аты жөніміз. Енді мұның астына барсақ, мына жерге де тағы да былай жазу қойсақ та бола береді. Қалауымызша әртүрлі етіп жасасақ болады. Немесе жазбай қойсақ та, немесе жазсақ та болады. Мысалы, мына жерге жазып қояйық. Қызы
10.03.2023 жыл деп жазып қойсақ та болады. Осы жерден осылай көрініп тұратындай. Келесі, бұл бізде басты бетіміз. Енді жалпы мәлімет деген жерге енді өзіміз туралы. Ол үшін мына жердегі қалаған осы жердегі қоя берсек болады, мыналарды, немесе мынаны таңдап қойсақ болады. Немесе изображениенің ішінен загрузить деп өзіміз туралы, мысалы мен суретімді қоямын осы жерге. Енді осы жерге өзім туралы мәлімет жазып қоюыма болады. Текстовое поле деп мынаны ұстап алып, мына жерге апарып қойсақ болады. Осы жерден бастап жаза беруіме болады. Өзім туралы. Мысалы, білімі жоғары, еңбек өтілі 17 жыл, мамандығы мұғалім, санаты педагог, сарапшы. Енді бұны да үлкейтіп, осы жерден тура сол әрекетті қайталап, осылай үлкейтіп, немесе бұны түсін былай өзгертіп қоюымызға болады. Мына жерден былай таңдап қойсақ та болады. Ортаға таман былай жылжытып қойсақ та болады. Бұл бізде жалпы мәліметтер. Келесі, мына жерден қазір көріп алайық. Басты беті кетті бізде. Басты беті мұғалім туралы мәлімет, немесе мына жерде осындай портфолио деген қойылған. Портфолионың ішінде білімі, бейне сабақтар. Енді қазір осыларды жасайтын боламыз. Келесі бізде мына жаққа енді астына жалпы бұл жерге де суреттер қойып қоюымызға болады. Мысалы, мынаны таңдап, мына жерге көзіміз туралы бір мектептегі оқушылармен түскен суреттерімізді осылай осы жерге загрузить деп суреттерімізді де осылай қойып қойсақ болады. Мына жерге де осылай загрузить деп өзіміз туралы суреттерді осылай қойып қойсақ болады. Және осы суреттің астына мысалы жазу жазып қойсақ, мысалы 9-шы сынып қоңырау деген сияқты. Мына жерге де сондай жазу жазып қойсақ болады. Менің YouTube каналым, немесе бұл мен деген сияқты, бұл мен Алтынай деген сияқты. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, мына жерге де, мына жаққа да осы суреттеріңіз бойынша қойған нәрселеріңіз, қойған ақпараттарыңыз бойынша түрліше етіп жасай берсеңіздер болады. Немесе тағы да бұның астына келесіге тағы да бұдан да көп суреттер қоям десеңіздер де өздеріңіз туралы, жалпы мектепте мұғалімдермен түскен, жалпы өздеріңіз туралы мәліметтерді осылай осы жерге қоя берсеңіздер болады. Немесе оны осылай удалить етіп өшіріп тастасақ болады. Келесі, бізде жалпы мәлімет кетті. Мұғалім туралы енді портфолио. Портфолиода бізде білімі. Яғни білім деген жерге біз өзіміздің дипломымыз, дипломымызды алдын ала компьютерімізге сканировка жасап алып, оны осы жерден изображениеге кіріп, загрузить етіп, дипломымызды да осы жерге қойып қойсақ болады. Келесі бізде
кәсіптік жолы, яғни кәсіптік жолында трудовой книжкамызды да сканерлеп осы жерге салып қойсақ болады. Келесі мақалаларымызды аттестацияға байланысты сабақты бағалау парақтарын салып қойсақ болады. Келесі бізде бейне сабақтар, мысалы ашық сабақ, тәрбие сағаттары, сыныптан тыс сабақтар, немесе бейне сабақтар болатын болса, оны да салып қойсақ болады. Мысал ретінде ашық сабақтар дейміз. Енді осы жерге ашық сабақтарымыз қою керек. Ол үшін ставкеге барсақ, осы жерден төмен қарай түсетін болсақ, бізде YouTube деген шығатын болады. Осы YouTube-тағы сілтемелерімізді қойып қойсақ болады. Мысалы, мендегі загруженныйдың ішінде YouTube каналымдағы өзімнің түсірген сабақтарымды қойып выбрать десем, міне менің мына жерде YouTube-тағы сабағым осылай ортаға әкеп қойып қойсам болады. Тағы да YouTube-тағы сабақтарымыз, немесе оқушы сыныптарыңызбен өткізген ашық сабақтарыңызды осылай YouTube-қа салып, соның сілтемесін қойып қойсаңыздар болады. Загруженный деп мен өзімнің YouTube каналымдағы сабақтарымның барлығы осы жерге шығып тұрады. Осы жерден мысалы қойып қойсам болады. Міне екінші сабағым. Міне жалпы біз бұны былайша айтқанда сайт ретінде де пайдалансаңыздар болады. Енді осы сабақ туралы бір жазып қою керек болады. Ол үшін осы жерден мысалы вставканың ішіне кіріп, осы жерге өзіміз қалаған нәрсемізді оглавление деп мына жерге, осы жерге осы сабақ туралы, осы сабақта не айтылады, сабақтың мақсаты туралы жазып қойсақ болады. Немесе мына жерде карусель изображение деген бар. Яғни осы жерден бір суреттерді қойып қойсақ болады. Өзіміздің портфолиоларымыздың, мысалы, жетістіктерімізді, яғни карусель деген айланып, басқан кезде ол айланып шығып тұратындай етіп, мысалы, қазір көрейік. Мына жерде сынып сағаты, сынып жетістіктері деген жерге, мысалы, бір карусель арқылы сурет қойып қояйық. Карусель изображение. Осы жерден таңдап, сыныптың жетістіктері бойынша бір суреттер қойып қойсам болады. Мысалы, алғыс хат, тағы да біреу қойсам болады. Загрузить деп, келесі бізде біреу қойып қойсақ болады. Тағы да басып, алдын ала компьютерімізге барлығын жасау үшін негізі алдын ала барлық керекті нәрселеріміздің барлығын компьютерімізге жүктеп дайындап қойып қоямыз. Загрузить деп келесі, мысалы, бір суреттерімізді вставка десек, бұл бір карусель сияқты, мысалы, мынаны басқан кезде осылай айланып шығып тұратын суреттерді қоюға болады. Бұлай үлкейтіп, осылай үлкейтіп қойсақ болады. Мына жерде қазір бұл жерде көрінбейді, бұны қазір опубликовать еткен кезде мынау карусель сияқты бірінен кейін бірі шығып тұратын суреттер пайда болады. Мына жерде келесі, мысалы, басты бетке біз осы жерден қазір календар қойып қойыңызға, карта қойып қойыңызға болады. Мысалы, календарды да осы жерден қойып қойсақ болады. Мына жерге сондай бір календар қойып қойсақ та болады. Дне рождения деген сияқты, немесе бір карта қойып қойсақ та болады. Қазір бұны өшіріп тастай салайын. Жалпы электронды портфолиомызда жалпы осылай жасаймыз. Жалпы мәліметтер, білімі деген жерге жаңа дипломымызды, мақалалар деген жерге өзіміздің алдын ала жазған мақалаларымызды қойып қойсақ болады. Вставканың ішінен кіріп осы жерден
загрузить етіп қойып қойсақ болады. Изображение деп осы жерден мысалы баяндама кез келген сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Осы жерде кез келген баяндамаларымызды, мақалаларымызды қойып қойсақ болады. Кез келген қоя берсеңіздер болады. Мысалы мақалаларыңызды жазған мақалаларыңызды да негізі бұл жерде Google дисктарыңызға алдын ала салып дайындап қоясыздар. Сол жерден қысқа мерзімді жоспарларыңызды, күнтізбелік тақырыптық жоспарларыңызды барлығын осы мына жерде дискке кіріп, осы дисктің ішінен де қойып қоя берсеңіздер болады. Ол үшін алдын ала дискке бәрін сақтап қоясыздар. Сөйтіп сол жерден алып қоя берсеңіздер болады. Мысалы мына жерде қазір мысалы мына біреуді қойып қоюыма болады, вставка деп, иә. Міне ол осы жерге келіп түседі. Google дисктің ішіндегі міне таблицаны құрған. Келесі дисктің ішінде мысалы мақалаларыңыздың күнтізбелік жоспарларыңыз, қысқа мерзімді жоспарларыңыздың барлығын осы дисктің ішінен әкеп қойып қойсаңыздар болады. Мысалы менде осы дисктің ішінде алдында бұрынғы жасаған бүкіл құжаттарымның бәрі осы дискінің ішінде тұрады. Мысалы мына құжатымды осы жерге қойып қойсам болады. Вставка деп. Міне келесі менде өте ыңғайлы, осы дискінің ішіне салып қойсаңыздар, ол жоғалмай осы жерде тұрады. Мысалы тағы да мен осы жерден қойып қоя берсем болады. Мысалы PDF форматтағы мынау мақалаларымызды міне вставка деп, міне жалпы электронды портфолиоларымызды яғни осылай қоя берсек болады. Мынаны былай ортаға әкеп қоя берсек болады. Үстінен басып, былай үлкейтіп, кішірейте берсек те болады. Міне былай жылжытып. Былай осы ортаға әкеп. Міне осылай, жалпы осылай жасаймыз. Енді біз бұны біреулерге жіберу үшін бұның сілтемесін алуымыз керек болады. Енді осы жерден опубликовать дегенді басып, осы жерге біз веб-адрес қоюымыз керек болады. Ол үшін осы жерге кез келген атауды береміз. Мысалы, ағылшын тілінде жазатын боламыз. Мысалы, білім деп көрейік. Сайт с таким названием уже существует. Бұндай атаумен бар екен, немесе өзіміздің атымызбен жазып қойсақ болады. Мысалы, Айман. Бұл атауда бар екен. Мектеп деп көрейік. Мектеп 2023. Міне мынандай галочка шықса, бұл осы атау бос деген сөз. Енді осы жерде настройки поиска деген жерге запретить дегенді қойсаңыздар да, қоймасаңыздар да болады. Енді мен қойып қояйын. Опубликовать дегеннің үстін басамыз. Міне публиковайтты басамыз, болды. Енді
Бұның сілтемесін, жалпы бұл портфолиомыздың сілтемесін қалай аламыз? Сілтемесін алу үшін мына жердегі мынау копировать ссылкуды бассақ та болады, немесе мына басты бетте басқан кездегі шыққан мына сілтемені көшіріп алсақ та болады. Немесе мына жердегі сілтемені копировать ссылку деп көшіріп алып, кез келген браузерге ставить етсек, міне ставить етсек, міне біздің портфолиомыз осылай шығады. Қазір тексеріп көреміз, жалпы мәліметтерді басып көреміз, міне біздің бағанағы жазған жалпы мәліметтеріміз шықты. Келесі портфолио бөлімінде біз не қойдық? Мақалалар бөліміне кіріп көрейік. Міне біздің қойғандарымыздың барлығы осы жерден не шығып тұрады? Мақалаларымыз қойдық, бейне сабақтардың ішінде ашық сабақтарды қойдық біз, ютубтағы. Міне бұлар да осылай қазір үстін басып көреміз. Саламатсыңдар ма оқушылар? Көңіл-күйің қалай? Бүгінгі көңіл-күйің жақсы болса, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің өтетін сабақ. Міне бізде қазір барлығы жасап тұр. Басты бетке барайық қазір. Міне осылай жасап, өздеріңіз жасап қойсаңыздар болады. Кез келген сұраған адамға осы сілтемесін көшіріп алып, сілтемесін WhatsApp арқылы жіберсеңіздер болады. Және бұны ары қарай өздеріңіз өңдей берсеңіздер де болады. Тағы да қосымша қосатын болсаңыздар, тағы да басқа материалдар салатын болсаңыздар, өздеріңіздің дискілеріңізде тұрады. Сол жерден кіріп қайтадан өзгертіп қоя берсеңіздер болады. Жалпы бүгінгі сабағымыз осы. Мына жердегі мынау белгіні бассақ, міне ол бізде міне Google дискіміздің ішінде ол тұрады. Міне біздің жаңа жасағанымыз осы жерде тұрады. Міне Айман Асқарова. Мына жерден егер керек емес болса, осы жерден өшіріп тастауымызға болады. Немесе бұны қайтадан жөндеуіміз керек болады. Ішіне бір ақпараттар салуымыз керек болса, міне осылай үстін бір рет басып, міне қайтадан осы жерге тағы да басқа бір раздел қосам, бет қосам, немесе тағы да бір мына жерге жетістіктерімді қосам, немесе мына жерді былай өзгертемін, немесе бір сертификат алдыңыз, кәсіптік жолы, немесе осы жерде өзіңіз құрған разделіңіз бойынша бір сертификатыңыз алдыңыз, сол сертификатымды салып қоям десеңіз, қайтадан осы жерден өздеріңіз өзгертіп, міне қайтадан осы жерден өзгертіп қоя бересіздер. Мысалы, менің еңбек өтілім келесі жылы 18 жыл болатын болса, міне осы жерден қайтадан өзгертіп, опубликовать етіп, осы жерден сілтемесін қайтадан көшіріп алып қоя берсеңіздер болады. Жалпы бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осылай өздеріңіздің портфолиоларыңызды жасап алсаңыздар болады. Кәделеріңізге жаратыңыздар. Сау болыңыздар.